Қайырлы күн достар. Бүгін бізде Mercedes автокөлігінің кілті туралы айта кетейін. Бұл 210 автокөлігінің кілті. Көбісімізде 210 дейтін адамдардың иелерінде 202 болсын, 208 болсын, мына кілті болмайды. Болған жағдайда да есікті ашып жаппайды. Тек кнопкамен батырмасы жасап тұрғанда ашып жабылады, ал жасамай қалып жатса, мынандай замогы көп сәйкес келмейді, немесе мынандай кілтсіз болып келеді көбінесе. Жаңа кілтте бізде мынандай лезвиелер болады. Бұл енді оны жасау үшін бізге замок керек болады. Замок есіктің замогы болса болады. Бұл өте оңай ашылады. Мына жерде есіктің картасында мына ондық бар, кішкентай бір болт бар, шестигранник, сонымен шешіп алып келсеңіз болады. Біз осы замокқа қарап, дәл осыған жаңа кілт лезвие жасайтын боламыз. Мінекей, қазір менде мынау шаблон. Шаблонда ешқандай бұралмайды. Мынау тіпті кірмейді. Тек азғантай кіреді, болды. Сосын бұралмайды. Шама ашпай ма дегендей салайық. Енді бұрап көреміз. Кілтіміз бізде ашып жауып тұр. Сондықтан егер мынандай кілттеріңізде немесе мынандай кілттеріңізде осындай замоктар келмесе, ашпаса, дәл осындай кішкене замок жасауға болады. Хабарласыңдар.